қоршаған, қызығы көп өмір атпай тартыс бол. Ол қыз өсіп немерелер қоршаған, қызығы көп өмір атпай тартыс бол. Алпыс өмір асқары, алпыс бақыт бастауы, анықталар алпыстай адамның шын достары. Кір шалмасын ешқашан адалдықтың аспаны, алпыс үшін шырқалсын әлемнің бар дастаны, дастаны. Құда жекжат бауырларың төріңде, ақ тілекпен сый жасауда көңілге. 70, 80, 90, 100-ге жете бер, бақыт құсы қалықтасын көгіңде. 70, 80, 90, 100-ге жете бер, бақыт құсы қалықтасын көгіңде. Алпыс өмір асқары, алпыс бақыт бастауы, анықталар алпыстай адамның шын достары. Кір шалмасын ешқашан адалдықтың аспаны, алпыс үшін шырқалсын әлемнің бар дастаны, дастаны. Алпыс бақыт бастауы, анықталар алпыстай адамның шын достары. Кір шалмасын ешқашан адалдықтың аспаны, алпыс үшін шырқалсын әлемнің бар дастаны, дастаны. Алпыс өмір асқары, алпыс бақыт бастауы, анықталар алпыстай адамның шын достары.
Ассалаумағалейкум. Аталы сөзге тоқтаған, баталы сөзбен өсірілген жақсыларым. Уақыт шіркін өте шыған екеуіне қасқағын. Артқа тастап кешеге жалындаған жас шағын, бүгін мынау асқаралы 60-ымды бастадым деп, Талғат ағамен анау жүгіріп жүрген Ақжеңге бүгін дастархан жайып, бүгін міне тойсып жатқан жайы бар екен. Олай болса, бағанадан қарап тұрсам, анау ақсақалды қариялар, ақжауықты аналар, мынау ағаларымыз келіп жатыр екен. Әгі атасы айтқан ақылына қаламақы сұрамайтын, азаматтары жасаған жақсылығына табанақы сұрамайтын. Сүйемдей жерге сүйегін беріп, алаштан туып, намыстан өлген қазақ елі бүгін Қарекістің жағасында, көненің көзі болып сақталып қалған Семейдей қаласында, Құдая мынау Семейтау деген мейрамханасында бүгін той жасатқан қадірменді ағайындар, тойға келген ағайындар. Тойымыз құтты болсын. Ал қалем сөзінің атасы демекші алдарыңызда қасқа басымды иіп тұрып, ассалаумағалейкум деп сәлем бердім. Уақыт деген өтіп жатыр, зулап ағып, менің жанымдаған жастығымды ұрлап алып, енді міне қарап тұрсам 60 деген жасымызда келіп қалыпты. Есігімізден сығаланып демекші, сонау Баршотастың ауданының Алғабас ауылында ойнап өтірік айтпасам. Сол ауылда 1966 жылы дүниенің есігін ашқан азаматтар мен азаматшылар биылда міне 60-ты бастап жатқан жайы бар екен. Олай болса енді бөтен ешкім жоқ шығар. Бүгін сол ауылдың түлектері, ағайын туған туысқандары, сол 66-ларды қазір енді ортамызға шақырайық. Сол кісілердің биылғы жылы енді 60 жылдық тойы болғаннан кейін алдыменен сол түлектерді ортамызға шақырайық. Кәнекей, 60 жылдық туған ағалар мен жеңгелеріміз келіңіздер ортаға. Ağalar hoş geldiniz. Бүгінгі кешімізде баяғыда білесіздер ғой, бір жақсы қуаныш болған кезде ауылға кішкентай бала астына бір тайы мініп жүгіріп келіп шауып жетіп келіп жүрді ғой. Ағайын, ауылдастар сүйінші деп. Сондықтан бүгін сол сүйіншісін айтып, адам менің 60-қа толды, бүгін мерейтойы деп, осы бір кешімізді бастайын деп тұрған атамыздың немересіне міне микрофон берейін деп тұрмын. Қол соғыспайыздар. Бүгін бізде үлкен той, қош келдіңіз қалайық. Үлкен тойдың несі кең жүректі атам ғой. Ой, Қарсабайық атамды. тамаша әнмен
болашқа айналады. Осы балаларың, осындай тамаша ұлдарың мен қыздарың дейді. Атаң болған қандай жақсы желкенінде киімінің, апаң болған қандай жақсы құртпен майғой жегенің деген. Сол атасының құртылмайын жеп, апасының, атасының алақанындай еркелеп өскен міне балапанымыз тамаша менің атам жақсы адам деп керемет әнмен бастырып жатыр. Олай болса, Талғат ана, құтты болсын келген жасыңыз, аман болсын мал менен жан басыңыз, өрге қалай домалай берсін тасыңыз, 60 деген немене Құдай-ау 70-80-нен де асыңыз. Мына мамама рахмет, төбеңізде қалмапты бір тал шашыңызда қойыңыз. Ағамыздан осы немерелеріңіз ер жетіп, бой жетіп, осылар тұрмысқа шығып, осылардан келген шөберені құшағыңызға басыңыз деп еді. Ол немере өзі бір бөлек, шөбере одан да ыстық дейді ғой. Соғықтан да Алла болса мына басыңыздағы анамыз екеуміз қол ұстасып бір жаста қартаймыздар. Баяғыда біреу айтты ғой, біреулерге, апа, ата, бір жаста қардай десе, мына кішкентай немересі айтады дейді, атшы біздің үйде басқа жастық жоқ қой деймін. Соғыстан екеуміз бір жаста қартаймыздар, соған Алла нәсіп етсін. Әгі көптің тілегі көл болып деп өскен елміз ғой. Бүгін сол мынау қадірменді қаншама ағайын сізге сол тілегін тілейін деп келіп отыр. Білесіздер ме? Баяғыда бір атам айтыпты. Мен келдім 95-тің бесеуіне, қарап тұрсам келіп мынау жастың нешеуіне. Енді менің арманым жоқ, отырмын кемпірімнің төсегінде депті. 95-ім келдіңде алайын деп, ажалдың қыл бұрауын мойныма салайын деп, Құдай-ау 5-6 жыл тұра тұрсаң, өзімде отыр едім ғой ана жаққа барайын деп деген екен. Сөйтсе Алла не сұрасаң соны береді деген. Ага атам 95-ті қойып 101-ге келіп 102-ге келген ана жаққа бірақ кетті дейді. Соғықтан бүгін Талғат ағама тілейтін тілектеріңіз қабыл болып, Алла қосса Талғат ағам 100-ге келсін деп тілейді. Ал енді бүгінгі Семейдің мейрамханасының ыстығы сайын еді ғой, сондықтан да сол асты бір ортамызға алдыртып алайықшы. Қазақ білесіз, үлкен жиын болсын, қандай той болсын, батасыз бастамаймыз ғой. Осылар болғасын деген үлкен алғыз келіп жүрген. Қайдасырған olur. Осылар Қайдасырғанымыздың ең. Бата сұрап жүрген, жан білген жерге керек, бата менен көрек дейді. Тұрғазарда. Елақ яғын. Ортаға барды дейді. Қадірменді ағайын, жаңа мен айтып жатқан 95-ге келген атамыз бүгінгі тойда бар екен. Міне 95-ге келген атамыз сізге бастаған. Қол соқ қойыңыздар.
Buradan en balanda bileti şahs vermez. Seken benim erkeğim o. Benim erkeğisi olamsın. Bunu toy olaşabilirsin. O da buna altıska torganına mın жасаймыз. Халқың zaman отанымызды istiyorsa toy деген көп қой қазақта. Сондықтан халқым аман, отанымызды istiyorsa бәрі жақсы. Сондықтан жасың жас болса да деніңе сауық берсін. Баратын жеріңе барықпай, Аллам берген несібені терікпай. Бәрі жеңіл болсын барған жерің. Енді Қыдыр ата әрдайым қолдап жүреді. Қыдыр атаны енді жақсы бәрінде білесіңдер. Бәле-жәледен, қауіп-қатерден қоршап жүреді. Сондықтан енді осы айтылған сөздердің бәрі Алланың құлағына шалынып, деніңе саулы, отанымыз аман болса, бәрі жақсы. Отанымыз тыныш болсын, халқымыз аман болсын. Семья, жақын жұмыс, туған туыс, жек жаттығы сияқты бәрі аман болсын. Енді мынау той өзі тамырымен, жапырағымен өсіп, сондықтан бізді бақыттас қой, мың жасайтын құдамыз. Сондықтан халыққа амандық, тыныштық керек. Енді баратын жерге барықпай, Аллам берген несібені терікпай. Жеңіл барып ауырғай, өйткені Қыдыр ата қолдап жүреді. Сондықтан барлығы сіздің құлағыңызға шалынып, Алланың қуаты берсін. Басын айтайын, жасыңа жас қосылып, деніңе саулық, басың аман, халқымыз аман болсын. Аллаға көресесін. Рахмет ата, батаңыз қабыл болсын. Адам қаласа ас береді, Алла қаласа жас береді. Кемшіліктер. Шампанымыз бар, шампанымыз. Тойларда жолыққанға не жетсін. Сондықтан сіздердің құрметтеріңізге жолыққан қандай жақсы деген бір ән болсын. Тек қана жақсылықта, қуанышта, осындай береке бірлікте жауығып жүрейік. Аман болыңыздар.
Ал енді қадірменді ағайын астан алып отырыңыздар. Біз Ақтілекті ақтарайық. Талғатаға. Бері қарай келіңіз енді Ақтілекті ақтарайық. Мына әулеттің үлкендерін шақырайық. Қайық білмеген кемесінен сұраса, әгер халық білмеген көнесінен сұрайды. Сондықтан енді әулеттің үлкендері деп, ағаларым бар деп, бауыр қарындас күйеу балалар келіндер деп жазған екен. Сондықтан сол кісілер бір ортамызға шақырайық. Талғатаға әгер ағайын көп болса, бірлігі бек болса, басқа бір түскенде сол ағайын жан-жақтан жүгіріп келіп, бір-біріне сеп болса, ол дегенің ауыздағы бүтінде бұзылмай тұрған 32 түспенен дейді. Енді сол береке бірлікті көрсетіп келіп отырған, Ескендір ағам бастаған, Сәуле апам қостаған, Тыныс, Ырымкеш, Шолпан, Нұргүл апаларымыз, Тұрсынжамал апам, Жездеміз Мұрат, Қатима, Бауыржан, Гүлбәршін, Ерік, Шолпан, Тілек пен Кенжегүл, Дәурен, Жаңгүл, Алтынбек, Нұржан, Серік, Жанар, Ақылжан, Алма, Есентай, Нұргүл және Құрышбектей осы әулетіміздің үлкендері, аға бауырлар, қарындастар, күйеу бала, келіндер келіп отыр екен. Шақырайын осы кісілер. Ал керек келіңіздер. Бабам тойға қатты дайындалды. Әрбір тойға тосқа шыққандардың кісілермен өзім кәдімгідей билейін деп, ол күн кәдімгідей би қуып демесіне үйірмесіне жібердік. Қараңыздаршы, Күзип апай. Бір жыл дайындалды. Осы кісіге қатты риза болдым. Келгеннен бері кәдімгідей бар ғой. Енді Күлиза апам. Енді апалар қош келдіңіздер. Күзип апама айтып едім. Мама, бағана қайтқан. Мама дей берейінші қайда. Апа, баяғыда келген кезде дейді, кішкентай жас келін болып түскенде, мынандай келін дейді. Содан Талғат ағамның арқасында қазір мынандай болдым дейді. Ана кісі айтады. Содан енді одан бері қанша жыл өтті, бала дедік, шаға дедік, анау дедік, мынау дедік. Содан енді бүгін үлкендерді бір басы қосылғанда бір сәлем салайыншы деп едім деп бағана менен сұрап еді. Сол ана айтқан істейін деп жатқаным ғой енді. Бүгін енді әулеттің үлкендеріне, осы әулеттің келіні міне. Неше жыл болды өзі келін болғалы? 35 жылдан кейін қайта айналып сәлем салайын деп тұр қадірменді ағайындар. Ал енді бүгін келіңіз. Нағыз айтар, ана Күлизатқа қарағанда мен жақсы салам ал жақсы елем отыр. Мерейтойы құтты болсын, дені сау болсын. Отбасымыз, өзіміз Талғат аса құрметтейміз. Қазақ айтады ғой, жақсының жақсылығын айтып ұртасысың деп. Мына Талғат серлі қасиеті бойынан табылатын, көрсе көзі тоймайтын. Дұрысты дұрыс, бұрысты бұрыс деп бетке бірақ айтатын. Сондайдың өткірде өшетін мінезі бар, тамшыда салатын әні де бар. Әпкеге құрмет көрсететін, қарындастарға қамқор жасай білетін, ағаға, ініге, туысқа, бауырға, сондай бауырға ерекше және әділ.
қырлы 90 сырлы жігіт ел ағасы деп айта аламын. Ал енді мына Күлизат қабақтан танитын, адамды күліп қарсы алатын, күліп шығарып салатын сондай бір парасатты жақ. Дендері сау болсын, жастары ұзақ болсын, бар жақсылықты тілеймін. Немерелері көп болсын, шөбере сүйсін, денсаулық берсін, Алла денсаулық күш қуат берсін. Алла. Ал енді ағайын туған, қош келдіңіздер. Менің баламның Ал енді бір малың бар, бауырым. Айғайлап айтсашы, бір аты деп. Құдай-ау, бір малының ақшасы бар, енді мен ағайын солай жеңгерген. Анау енді ана келін сұрап жатыр, малдың басын шешіп алайық, ірі қара ма, жылқы ма деп сұрап тұр енді. Ойбай, мен ақша жүріп саламын, бауырым екеуміз, иә. Құрметті ағайын туған, мына кластастар деп енді бүгін менің аяулы бауырым жаңа жеңгем бәрін айтып кетті. Не айтса да осы менің тақама бәрі жарасады. Өте қамқор ағайын туған деп жаны қалмайды. Бәрімізге де қамқор болып жүреді. Осы тақым Талғат бауырым бүгін мына алпысқа толып соған бәрі туыс туғанымыз келіп жатырмыз. Менің бауырым, апасымын. Иә. Енді осы бауырымның ғұмыр ұзақ болсын. Не тілеген жүрегі бол. Алла тағала айырмасын. Бастарына бақ болсын, бұның бастары ұзақ болсын. Оған сен мені Күлизат дегеннің келінді де айтуыма болады. Алдымыздан тура шоқ, қолында шауғым бар айтып бізді құрметтесе ауылды. Не айтсам сол заң, ешкімнің алдынан кеселуден өтпейді. Келінім, қатты ризамыз. Ол кімнің арқасы, ол менің бауырымның арқасы деп қояйын. Ол дегенің биттей бірдеме болса, соған жаны ашып, жүрегі ауырып, осы жағына қалмай барлық жағдайымызды жасап отырады мысалы. Сондықтан бауырым айналайын. Жасыңа жас қосылсын. Немере шөберелерді сүйіп, Күлизат екеуің. Алланың берген жасын жасап, 100 жасқа жүре беріңдер. Ал енді Талғатжан енді 60 жасың қайырлы құтты болсын, жасыңа жас қосыла берсін. Күлизат екеуің енді бала шағаның қызығын көріңдер. Күлизатым енді өзіме жақын, өте сыйлы келінім. Енді Талғатжан немереден шөбере сүйек алып нәсіп етсін. Енді 100 жаса, ары-қарайғы жасыңыз балғашын тілемасын. Күлизат екеуің бір жастықта қартаюға алып нәсіп етсін. Дендеріңіз сау болсын, аспаныңыз ашық болсын, балалардың қызығын көріңдер. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат пен тойшыл қауым мен бүгінгі мынау ақтүйенің қарын жарылған күн дейді ғой. Бүгін Талғат балқызымыз міне 60-тың белесіне шыққан екен. Алла тағала міне осы берген жасы ары қарай жалғаса берсін. 70, 80, 90, 100 ары қарай жасай берсін Алланың берген жасын. Осы мына отырған көпшілік қауым міне анау алыстан ат тартып жан-жақтан келген ағайын туған туыстар, кластар, жолдастар, сол осы дастарханның жайылған қуанышына ортақ болып келгендердің барлықтарыңызға рахмет. Міне әрқашан осы жалған тек жарқылыққа, қуанышқа жайыла берсін. Ол енді Талғат келін екеуіңіз міне бір жастықта қартайып, Алла тағала мына немерелерім жаңа өлең салып өлең айтып жатыр. Сол енді өлеңдетіп, сол немерелердің қызығына тоймай, немереден шөбере көруге, шөбереден шөпшек көруге Алла тағала нәсіп етсін. Денің сау болсын, аман бол, әрқашанда осындай мол дастарханда тойы болып жүре берсін, тойын тойға жалғасын, әрқашан аман есен болыңыздар. Рахмет күндеріңізге. Сабыр. Міне бүгін менің бауырым алысқа толып келіп жатырмыз.
ұзақ болсын. Алланың берген жасын жасап, келін екеуіңді жастықта қартайып, немерелеріңнің қызығын көріп, немерелер шөбере көріп, Алланың берген жасын жасап, осындай достарыңа қадірлі, туыстарыңа сыйлы болып жүре беріп, бауырым. Аман бол. Құрметті тойға жиналған туған туыс, аға бауырлар, енді Талғат бауырым 60-қа толып, соның қуанышына бөлісіп те келіп отырмыз. Енді жаңа Талғат бауырымды Нүкеш апам мен Сәуле жеңгеміз мақтауын жеткізді. Енді оған қосыларымыз жоқ. Енді Талғат бауырыма өмірдегі бар жақсылық тілейміз. Біз енді ауылда тұрғанда Талғат екеуміз көп бірге жүрдік. Соның бір Балқаш қаласына барып екеуміз. Соның бір көптен көрмеген достарымыз көріп қалып кезігіп қонаққа шақырып. Сол Талғат барды, 3-4 жігіт бардық. Соң жасымның үлкендігін пайдаланып төрге өтіп бара жатсам, досым айтады ғой, бауке сен тұра тұр, ақ өтіп кетсін деп. Талғатта барып отырғызып қойды. Содан мен айтамын, Талғат менің бауырым 4 жас кіші десем, қалжыңында орны болады ғой дейді, мына кісіге қарасаң, өзіне қарасаң. Содан кейін бай қарап тұрсам өзі Талғатқа аға болып жарасады екен. Содан кейін Талғаттың алдына сөйді болды, ағасымын деп. Бәрін үшкім сен дейді. Тағы бір жерде, тағы бір қонаққа барып, онда да барып төрге отырып алсам, ағасы, тұрасың ана кісі. Ал енді Тақабай, енді ауырып, қомдық көрді. Енді сау болсын. Енді екінші өмірін бастап бердім ғой. Тек жақсылық болсын, балалардың қызығын көр. Енді Кекен ағамның шаңырағында ең көшбасты ұйытқысы өзіңсің ғой. Енді шын айтса, енді Талғаттан үлкен Ермек бар ғой, Ермек екен Талғаттың бауыры сияқтымыз. Ол енді жаңағы айтып кеттім ғой, аға болған Талғатқа жарайды. Содан тағы бір не айтып кетейін, осыдан бір 6-7 жыл бұрын Балық деген ағамның қызы тұрмысқа шығып, сонда тойда отырмыз. Сонда осы биыл өмірден өзді Қауатай деген апамыз 89 жасқа келді. Ол кісіге дуалы, ауыз дуалы адам тұр. Сол енді арадан бастап кеп осындай біз Айнам деген бидің ұрпағымыз айтып кетті. Талғат тұршы деді. Соны Талғат тұрды. Міне мен бабамды айтып мақтанбай қойып, Талғат сол кісінің 3-4 фотосы деді. Енді біздің бабамыз Айнам би, не дейді бар ғой, керемет. Арқаға аты берілген би адам болған екен. Сол кісіне өзі аталарымыз айтып отыратын. Өзінің бір аты болып сол ғана көтереді екен. Бабаларымыздың бәрі күре болған ғой сонда. Соны мен сұрайын ғой, Мәд деген атамыз болды. Біз неге сақпыз десек, сенің әкең Иманқұлдың бәйбішесі киіктің азығындай ғана кішкентай болған, сендер нағаштарыңа тартып кеткенсіңдер деп. Сол Талғат бауырымның қуанышын бөлісуге алматыдан келіп отырмыз. Осы семейге әрқаз басқан қадамымыз қуанышқа тойға ғана болсын, тек жақсылықта. Тойда бас қосуға жасын өзі Талғатты айтып отырады. Әулетіміздің үлкендер жағына үшінші орындасың деп сұрады. Енді міне үлкен ағамыз бар, Шоқан совхозында тұрып Кәрімбек деген. Ол кісі алла жазса келесі 90-ға келеді. Одан кейінгі ағамыз Ескендірдегі ағамыз осы бір 10-15 күн бұрын 80-ге толды. Содан кейін менмін. Артымызды басып келген інілеріміз. Бір-біріміздің тойымызды бөлісуге ғана жүрейік. Ұрпағымыз мың жасасын, тек жақсылық болсын. Содан тағы бір мен шешемнің қолында тұрамын. Сол кісі арнайы сәлем айтты. Менің жасымнан ассың деп. Ол кісі осы майда 90-ға толады. Шешемнің жасынан жаңағы бата берген ханым жасынан ассың. Тек жақсылық тілейміз бауырым. Әрқашанда Талғат бауырымды айтып мақтан тұтып жүремін. Мақтануға да мақтауға да тұратын жігіт қой.
сол мына сенің жаңағы апа жеңгем айтқан серілік мінезің, көпшілдігің, туысқа деген құрметің ұрпағыңа жұғысты болсын. Тек жақсылық болсын, басымыз тойда қосылсын. Келгендеріңізге көп рахмет, қадамдарыңызға гүл бітсін, тек тойда басымыз қосылсын. Ай бәрекелді. Алла толық ақпағы бізді алып келген, мәдениеттің, өркениеттің, әдебиеттің астанасына келіп отырған ағамызға мыңда бір рахмет. Рахмет аға. Ағамызға қарасақ, расында да 64 келген деп кім айтады, Құдай-ау, 44 келген жігіттер сияқты. Мұрттың өзі жостойды. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Мен мына енді апамыз, жеңгелеріміздің, ағаларымыздың белгілі тәтенің үлісі боламын. Мен Астанадан келіп отырмын. Жаңағы айттық қой, айдан келген бәрі ұрпағымыз. 5 баласынан тараймыз, соғыстың кенже ұлы төлемден тараймыз. Анар теке рейтинг жаңа жақсы рейтинг айтылып жатыр. Бұларды жақсы рейтинг айтылады деп алып тұр. Соның бәрі орындалуға жазсын. Ең бастысы сол денсаулық болсын. Денсаулық, уайым болмасын. Ала-шағаларымыз үлгілі жассын. Бәрі үлкен азамат болсын балалар. Өсіріп бар осылар үлкен мақтанышымыз болсын бәріміз. Соны тілеймін сізге. Жақсылықта осындай тойда ғана бас қосып, осындайда ғана кездесуге жассын береміз. Аман болыңыздар. Ассалаумағалейкум тойшылауымыз. Алдағы 60 жасын құтты болсын, Асқар Тауының үшіме өлеңдерін берейін. Қалғатқа арнау. Уақыт үнсіз, бірақ ол сенің ізіңді өші алған жоқ. Керісінше, әр жылыңды мәңгі айналдырып, тілеге деген асуға әкеліп тойды. Бұл жай сан емес, бұл көргенің, түйгенің, төзгеннің, бұл бір әулеттің тірегі болғаның. Сен жай адам емессің, сен туыс деген сөздің салмағын көтерген жансың. Жақынға қорған, жаныңмен жақын болған жансың. Тамырында бар тектілік, кездейсоқ емес, себебі сен көлеңгіттің рухынан бойыңды сіңбейсің. Қан мен түскерген қасиет мінездерің ашық көрінгенсің. Сен дауылға сынбаған қайсарлықсың, сен үнсіз жүріп, көпті ұқтырып даналықсың. Жандағы жанға жылу берген, қарапайым ол бірақ биік тұрған даралықсың. Алпыс тоқтау емес, бұл жаңа тыныс, бұл артқа емес, әлі алда талай асу бар деген шын ұғыс. Талғат, сен жолың із, сенің сөзің мән, сен бір бар жерде туыс деген ұғымның өзі асқақтап тұрғандай. Сол асқақтық жоғалтпасын, сол биігін алысармасын. Ғұмырың ұзақ болып, әр күнің шаттыққа жалғасын. Шәкенттің әулеті. Бақыттылы. Мен жаңағы сол айдан ұрпағым келіп, атым тілек, Талғаттың атасы үлкен. Қасен деген кісі менің атымды болған тілегіміз орындалды деп. Бірақ енді балаларымыз не беремін? Ал құрметті бүгін тойға жиналып отырған қауым шын жүрекпен келіп отырсыздар. Бұл тойға өз тілектес адамдар ғана келеді. Сөзіммен шатастым, өз Талғатты көрмеген қайдар бұны. Мен бір күшті жақсы көретін адамыма менің гүлім бар алып келген. Бұл жақсы көретін адамым кім менің? Кім шешеді? Қатты жақсы көрем. Күлизат. Осы үйдің берекесі, үйіртқысы. Осы күлизаттан мен арнайы гүл алдым. Енді осы күлизат туралы кішкене ғана айтып кетейін. Мен негізі бұны 60-қа толған кезде айтамын өзімнің тілегімді. Күлизат қай уақытта үйіне барсаң, қабағы ашық, күлімдеп қарсы алады. Талғат екеуі, Талғат да вообще ыржиып кетеді. Содан бұл үйде өмірі ет пен қуырдақ, таусылмайды. Дастархандар жаюлы, міне. Сондықтан мен
Гүлзатты ерекше көрем. Құтты болсын сенің де тойың. Ал енді Талғат. Бүгін қалай өтіп жатыр? Той қалай өтіп жатыр? Тамадан өзі керемет. Ал Талғат. 60-қа келдің. Асқаралы 60 дейді ғой. Жан-жағыңа қарайтын, ой елегіне бәрін өткізетін уақытың. 60-тан асып 70-ке кел. 70-те желкілде бар негізі. Одан кейін 80-ге кел, 80-ден секіріп 90-ға кел. 90-ға тоқтамай 100-ге кел, 101-ді біз құдықтап осылай келіп отырайық. Не Гүлзат қасында отырсын. Енді деніңе саулық тілеймін, басыңа амандық тілеймін. Осы балалардың қызығын көр, немерелердің қызығын көр. Одан кейін шөберенің қолынан су ішуге жазсын. Саған бар ізгілікті, бар жақсылықты, әлемде не жақсы, соның бәрін саған тілеймін. Айна, біз туралы бір нәрсе айтып кетеші мен. Баяғыда біз аягөзден бірге келе жатып, ол кезде барға бензовоза дейді. Келгенше өлең айтып едік қой. Сен бір ауыз өлең бар шығар. Тойыңа гүл алып келдім, мен қуанып, қарсы алсын бақытты өмір сені. Жасыма жасқама, келсеңші қасыма. Өлең айтайық. Бір бақыт, білмеймін негіз басын ғана білмесі. Сен туған күн мерекеміз, ән бастайын керек екеуміз. Ұмытпа сен құрбым, есте қалсын мәңгі бұл күн. Ұмытпа сен қайным, мәңгі қалсын есте бұл күн. Рахмет. Подаркымызды беріп қойдық, Гүлзатқа мен саған салғам. Менің қайным бәрі бергеш қайным. Мына қайным екеуміз қайнымды беріп қойған. Bir ауыз енді сен өлең сөз айтасың, өлең айтасың. Ал енді жеңгемнің сөзін жерге тастамайды, мен де тілегімді айтайын. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшыл қауым, құрметті ағаларым, жеңгелерім, апайларым, жезделерім, бауырларым, келіндерім, бәріңізге сәлем берем. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Ал құрметті Ағаш Талғат ағам, мынау бүгінгі 60 жас торқалы тойымыз құтты болсын. Денсаулығымыз мықты болсын, ең бастысы денсаулық қой. Жеңгем екеуміз бір жаста қартайып, қосақтарыңызбен қосағарыңыздар. Ағатайым арқа сүйер ақылшым, бір асудан асып бара жатырсың. Ортаймасын күлкі күнің ешқашан, бақыт тілеп өмір таңын атырсың. Ағаш ағам десем асқартау елестейді, сіз дегенде көңілім егеспейді. Денің сау болып отбасыңа бас болшы, ешбіржан өзіңізбен тегеспейді дегім келеді. Бақытты болыңыздар, ғұмырлы болыңыздар. Енді рұқсат болса, достарыңа бір әнімді арнайын ағама. Рұқсат қой. Қазір сөйле басыңыз, сөйле бар ма? Қосыласыздар ма? Ақылжан. Ол да бауырым, баршадастан келді. Ал енді Талғат аға, Гүлзат жеңге, 60 жастарыңыз қайырлы құтты болсын. Бастарыңыз аман, деніңіз сау болсын. Ортаңыз көрмен жасаңыздар. Жүзге келіңіз. Ауырмай сырқамай. Шаңырақтарыңызға тек қана қызық қуаныш болсын. Oldu mu? Nurgül verdi zaten. Nurgül verdi. Neyse. Rahmet diyelim. Сәлеметсіздер ме, құрметті кештің қонақтары, туған туысқандар, бүгін мінеки семейдің төрінде Ақтүйенің қарны жарылып, Талғат ағамыз 60 жасқа толғапты. Аға, мерейтойыңыз құтты болсын, деніңізге саулық тілеймін. Көкем екеулеріңіз бір жаста қартайып, бізге Асқартаудай аға болып, әрқашан ақылшымыз болып жүре беріңіз. Көкем осы шаңырақтың үйін бұсы, біздің ақылшымыз. Осы көкем мен ағамның жолын бізге берсін, үлкен кісілердің жолын кісілерге берсін. Біз әрқашан арқайып жүреміз, сізде ағам барына, Аллаға шүкір дейміз.
сатаудай әрқашан туған туысқа қамқор болып, нұрларыңызды шашып жүресіздер, дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыз аға енді. Ғұмырлы болыңыздар, көкемекелеріңіз, шөберенің қолынан май жалаңыздар. Осы тілектердің бәрі Алланың бағына шалынып, той-тойға ұласа берсін. Қосыласыздармен реніш жоқ па? Апалар. Ассалаумағалейкум, жамағат. Енді тағы 60 жасыңыз құтты болсын. Енді алдында бір ауырып қорқыттыңыздар еді. Енді ауырмаңыз. Жарай, көп созбай ақ қояйын, енді ауырмаңыз. 60 жасыңыз құтты болсын. Ана көкім негізі нақтайын демеймін, жаңа үлкен кісілер айтып отыр ғой. Сол, Гүлзат көкім ауырмасын. Мен Ескендір ұлымын, мама ауырмасын. Ол кісілер аман болса, ағаларым аман болады. Дұрыс па? Ол ма? Қосыласыздармен реніш жоқ шығар. Мен сіздердің сөздеріңізге қарап тұрып, алтыннан ардақты, өзі сондай салмақты, еліне қорған атына тұрман болсам деп жүрген азаматтар бар ма десе, сондай азаматтың бірегейі мына Талғат ағам деп айтуға мен 100% келіп беремін. Сондықтан енді осындай ауылдарыңызға нелеріңіз аман болып, апа, Мұзтаудың мұзбалаға атанған Оралхан Бөкей деген ағамыз болған, білетін шығарсыздар, анау Катонның тумасы. Сол кісі сіздер сияқты бір тойға барғанда айтты: Құдай-ау, мына менің туысым-ай, алыстап кетсем осылар мені сағынады, жақындап кетсем кейде ойымнан мені іздеп табынып қағынады депті. Бірақ сол туысым менің қуанышымда қасымнан табылады деген екен. Сондықтан алыс жақыннан, міне Астанадан, анау Алматыдан, ауылдан, анау Баршасынан, ауылдың жалынды сәлемін алып келіп жатқан сіздерге Талғат аға мен Мұрат апамның атынан мыңдаған рахметімді айтамыз. Аман болыңыздар, ой жүзді болсын. Бір болыңыздар. Мама, сіздер ана менен падар, сіздер айтамын. Менің айтпасқа, әрі сіздердің құрметтеріңізге той туралы той әні. Саулық айтқан қауымға, той басталды қауымда, үлкені мен кішіде, ағайында бауырда. Тойың тойға ұласын, салған әнім қырасын, сәнім берсін сәкеннің, әнім берсін күләштің, туысқандар-ай. Құтты болсын тойларың, сәтті болсын ойларың, баршаңызға бақытты, баршаңызға шаттықты мен тіледім-ай. Құтты болсын 60 жас, сәтті болсын 60 жас, баршаңызға бақытты. Нағашы ағам 60 жас, құтты болсын-ай. Бастап өмір жасына, той таусылмас қазына, әзілдері шырасыр, той болған соң осында. Тойың тойға ұласын, салған әнім қырасын, сәнім берсін сәкеннің, әнім берсін күләштің, туысқандар-ай. Құтты болсын тойларың, сәтті болсын ойларың, екеуіңе бақытты, екеуіңізге шаттықты біз тіледік-ай. Екеуіңе бақытты, екеуіңе шаттықты мен тіледім-ай. Гүлдей жайнап ажарың, таусылмасын базарың, әзілдері жарасар, той болған соң ауылда. Тойың тойға ұласын, салған әнім қырасын, сәнім берсін сәкеннің, әнім берсін күләштің, туысқандар-ай. Құтты болсын тойларың, сәтті болсын ойларың, екеуіңе бақытты, екеуіңе шаттықты мен тіледім-ай. Ағымыз қарағым, кең байталдаларым, күнде келкелетер, аман бол ағаларым, аман жүр ағаларым. Елдердің ағасы бар, жара
жақсы дауыс қандай, дауыс қандай. Сіздің дауысыңызды естіп мен бір өз есімнен ауысқандай болып қалдым. Сізден кейін енді ән айту қандай болады екен енді. Рахмет, бұның бәрі көңіл ғой. Мұнан енді аз да болса ағаңыздың жасын месін 60-тан 70-80-ге 90-ға келіңіз. Рахмет. Тағы да бір әнге жалғастырайық. Бүгінгі тойымызға келіп отырған біздің Талғат ағамыздың артынан ерген туған қарындасы Марал бір ағама деген бір тамаша әнді орындап берейін деп тұр. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Семей қаласындағы Абай театрының әншісі. Солай ғой, Қандай міне, Талғат ағамыз қандай бақытты әнші қарындасы бар. Ой, бәрекет, әне, жеңгесі келіп маңдайынан сүйіп жатыр. Рахмет, аман болыңыздар. Ал енді қадірменді ағайын, дастарханға жайғасайық. Енді бала деген ерке тоқтай бұзығың, бала деген тосылмайтын қызығың,
мына өмірде жиып барлық байлығың ол сенің балаларың, яғни ұлың мен қызың дейді. Сондықтан өздеріңіз білесіздер, Талғат ағам мен мына Күлзат апамның ұлы Нұрланбек бүгінде Европа төрінде білім алып жатқан жайы бар. Сондықтан сол Европадан біздің Нұрланбектің бір жолдаған кішігірім бір жолдауы бар екен, соны бір тыңдасақ, экранға назар аударайық. Польша. Әке, Асқар 60 жасыңыз құтты болсын. Сіз жүріп өткен жол қандай болғанын балаңыз жақсы біледі. Сіз туысқандарыңыз, балаларыңыз, немереңіз үшін өмір сүріп келе жаттыңыз. Мен әр күндерім мен әр жетістіктерім сіздің еңбегіңіздің арқасы. Папа сізді қатты жақсы көремін. Ендігі өміріңіз тек өзіңіз үшін сүріңіз. Мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Мама екеуіңіз бірге қартайыңыздар. Неге отырып ұлыңыз Нұрланбек Польша антарынан сәлем жолдайды. Туған күніңіз құтты болсын әке. Шақырайық. Әке құда болғанша ата тегін сұрас, құда болғаннан кейін қол қусырып сыйлас дейді. Сондықтан сол құдалардың ортамызға шақырайық. Нұрғазы атам бастаған, Секен ағам мен Ораза апам қостаған. Базарбек аға Бақыт апай Қанат, Тоқтағұл, Назгүл, Думан, Бибігүл, Азамат, Назерке, Нұрғазыдай құдаларымызды ортамызға шақырайық. Құда-құдағиларда. Келіңіздер, құда жекжат. Осының бәрі Алланың құлағына шалсын. Енді сізден айтамын. Онда осындай той қызық бола берсін. Ағайын деп онда сендер де Алланың құлағына. Той деген қызықты, халқын заман, отанымыз тез болса, той бола береді. Сондықтан Çaprak, ne James beri Kudamız var ya, Rumca'da kudamız. Kudamız, özüm, kudamız, verimiz, zaman olsun. Bizden sağ ol, halkımız zaman, vatanımız değişmesin. Benim de halklarım çok, Türkiye'de çok üstünde. Desa olsa beri жақсы. Халқымыз zaman отанымыз arkasında oynap gülüp, Almanın bergen eskisini tercih, oynap gülüp, tuğan kuşlarımızla, alır şaharımızla, topaklarımızla oynap gülüp sögürü askan ölmeyin. Yerikler vasıta söz köp, beri Allah'ın kulağına şansın. Sevgi sağlık, aslanımız. Merdiler gibi sağlık. Туған күніңіз қайырлы болсын. Бұдан бір 60 жыл бұрын кіндігімді кесіп ап жібек жіппен туған күн. Шілдехана суымен алғаш рет жүрген күн. Анаңыздың омырауын елген күн. Әкең келіп төбеңнен үңіріне түнген күн. Кімге тартты екен деп қуанғаннан ел жұртын көріндігін білген күн. 60 жасың құтты болсын беттеген, жете бергін белестерге жетпеген, таусылмасын аларасу алдағы, қуаныштың өтсін деймін көкпенен. Қадырыттар бар ағайын жолдасын, еңбегіңді Алла жарғып қолдасын. Алла қосқан құдағыңмен, Алла берген балаларыңмен, келіндеріңмен, саяменен, бексұлтанмен, жараспенен бірге боп, талаптарың биіктерге самсасын. 60-тың да асарынан асыңыз. 80-інде сіңіріне жетіңіз. 90-ында толығына жетіңіз. Жүзіп барып жүзге бірақ жетіңіз. Құрметті құда-құдағилар, құдашалар, ақжаулы аналар, асқалталар, әкелер. Құдам, өздеріңіз білесіздер, құдамен встреча болған кезде құдам айтады. Құда дейді,
осы туған туысқандарды осы тойдан кейін көрмейміз дейді. Расында міне 10 жылдан асып кетті той деймін, міне енді жүзіміз кездесіп отыр. Сондықтан сіздерге де бір тілек айтып жүрейін. Жүрген жерлеріңіз нұр болсын, тыңдағандарыңыз жыр болсын. Жаратушы бір Алла жанжаларыңызға бақ берсін. Сеніп атқан ұл қыздарыңыз ел сенімен ақтасын. Үйлеріңізге қадар келіп шаттық тосын. Мұң мұқтаждар елімізде реттер, әр қазақтың төрінде бағыр болсын. Құрметті Талғат құда, Перизат құда, бүгінгі жасап жатқан 60 жас мерейтойларыңыз құтты болсын. Алла тағала жақсылығын берсін, немерелеріңіз, сүбірлеріңіз өсіп, үлкен берекелі, үлкен ата мен апа болыңыздар. Жастарыңыздар жас болсын, Алла тағала тойдан айырмасын. Бақытты болыңыздар.